Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілген тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнінен, білегінен емдік дәрілер жасалатынын, халық медицинасында бауыр ауруы емінің бірден-бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер де көп. Асқабақ көптеген дерттен айықтырады. Және де базарларда асқабақтың бағасы қымбат болғандықтан оны күнделікті ас мәзірінде қолдану үшін сатып алушылар да аз. Жалпы асқабақ қандай өсімдік, қазақ жеріне ол қайдан әкелінді, оны қандай ауруларға пайдалануға болады, құрамында нендей дәрумендер бар, бұл жөнінде де нақты деректерді де табу қиын. Асқабақ, кәкірбәті, асқабақ тұқымдастарына жататын бір және көп жылдық шөптесін, қолдан өсірілетін өсімдік, уыз, дәмді жеміс. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Мексикада, Перуде белгілі болып, 15 ғасырдың соңында Мысырға әкелінген. Асқабақ Қазақстанның барлық өңірлерінде, әсіресе оңтүстік аудандарында көбірек өсіріліп, тағамда, мал азығында пайдаланылады. Қазақстанда асқабақтың кәдімгі түрлері мен ірі асқабақтардың түрлері мен сорттары өсіріледі. Құрамында 18% құрғақ заттар, 10% сахароза, аскорбин қышқылы, каротин, тиамин, рибофлавин, дәнде 40% май бар. Құрамында әр түрлі физиологиялық әсері бар кукурбитацин заты болады. Адамға пайдалылығы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Адам ағзасына қажеттіс 1, 2, 5, ағзадағы зат алмасу жеделдететін және қанның ұюына ықпал болатын дәрумені калий, кальций, темір кездеседі. Дәрумендердің көптігіне бола 1001 ауруға ем. Көру нашарлағанда қан аздық, артық салмақтан тағы басқадан арылғысы келетін таптырмайтын ем. Шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Ауа райы мен топырақтың жағдайын талғамай өсетін болғандықтан, өсіргенде химиялық препараттарды қолданбайды, өш күшімен өседі. Дәрігерлер қауымы жүрек әлсіздігінен жүдегендерге ем ретінде асқабақтың жұмсақ мәйегін отқа немесе суға күйген науқастарға жарасына таңуға болатынын айтады. Асқабақтың несеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері белгілі. Жүрек қан тамыры аурулары, гипертония, зат алмасудың қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынылған. Асқабақ дәні балмен араластырып жеп, шек құрттарын түсіру үшін пайдаланылады. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стақан шырынын ішу керек. Шырынын, яғни сөлін жаңа пайдаланған күйінде ғана ішеді, өйткені үйде сақталуы қиын. Минералды тұздар мен дәрумендерге бай асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар, омега-3, қанықтырылмаған май қышқылдары, селен, магний, мырыш, тобының дәрумендері де жеткілікті. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмегі зор. Несеп аудаушы, қабынуға қарсы, өт айдап, паразиттерді құртатын асқабақтың өзі. Құрамында жасанды талшықтың, судың көп мөлшерінің арқасында асқабақты арықтауға болатын емі де бар. Ас қорыту үдерістерін тездетеді, уыттардан тазарады. Денсаулыққа пайдалы табиғи өсімдік майларының бірі асқабақ майы. 90%-ға жуық қанықпаған майларды, 60%-ға дейін линолды қышқылдан және 15% шамасында линолен қышқылынан тұрады. Омега-3, омега-6 май қышқылдарына бай. Асқабақ майы қуырылған асқабақтың дәнінен сығып алынады. Қошқыл жасыл немесе қою қоңыр түсі бар, өткір хош иісті, тәтті дәмі бар. Биологиялық белсенді зат ретінде қолданылады. Құрамында май қышқылдары, пальмитин, стеарин, олеин, линол, стерин қышқылдары, фосфолипидтер, каротиноидтар, дәрумендер мен микроэлементтер бар. Асқабақтың пайдасы. Асқабақ шырынын балға қосып жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп, тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жейді. Асқазан ішек жолдары, асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стақан шырыны немесе қайнатылғанын жейді. Терідегі қышыма, есек жем шыққанда, не болмаса күйік шалғанда, үкіштен өткен мәйегінен компресс жасайды. Сары ауру дертінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек.
Бауырға өте жақсы, әрі қызметі жақсарады, әрі пайдалы. Шектегі құрт дертінде асқабақты алып, дәні мен мәйегін ойып алып, жылы су құяды. Жарты сағат беті жабығы ыдыстың ішінде болу керек. Дайын кезде тұнбадан күніне 4 рет астан 20 минут бұрын жарты стақан ішеді. 20 күн. Бір айдан кейін қайтадан жалғасы. Шектегі паразиттен ең тиімді тәсілі қабығы ашылған дәнін ашқарынға жейдің. 7 шақты дәнді езіп сүтпен ішеді. Простатит кезінде 0,5 кг тазаланған асқабақ дәнін, шикісін ет тартқыштан өткізіп, 1 стақан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысын банкаға салып, қалғанын тоңазытқышқа сақтайды. Күніне 1 рет ашқарынға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына 1 рет ғана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатып жібереді. Ұйқысыздық болғанда қайнатылған, буға піскен асқабақ мәйегінен ботқа дайындап күніне 2 рет елу ішеді. Жатар алдында қайнатпасына бал қосып 3 стақаннан кәдеге жаратады. Екінші жағдайда 20 бадам жаңғағына 1 шай қасық асқабақ дәнегін қосып, үстіне қайнаған су құйып 8 сағат тұндырады. Кешке таман ішу керек.